Әлихан Бөкейхан жары Еленаға 1901 жылы үйленеді. Тұңғышы Зейнеп 1903 жылы көктемде Омбыда туған. Азан шақырып қойған есімі Зейнеп. Бірақ Мәскеуде құжат рәсімдегенде Елизавета деп жаздырған. Ол Мәскеу мемлекеттік университетінің медицина факультетін бітіреді, ал 1923 жылы алаш қайраткері Смағұл Сәдуақасовқа тұрмысқа шығып, Ескендір атты ұлды дүниеге келеді. Кейін медицина ғылымдарының докторы, профессор атанады. Әкесіне ұқсаған білімді, зиялы Зейнептің әкесі мен күйеуі халық жауы ретінде атылады. Жалғыз баласы Ескендір соғыста қаза табады. Жақындарынан айырылған ол да соғысқа сұранып барып, әскери дәрігер ретінде 3-ші дәрежелі майор шеніне дейін көтерілген. Ұзақ жылдар Мәскеуде денсаулық сақтау министрлігінің аппаратында қызмет атқарған Зейнеп Әлиханқызы 1971 жылы дүниеден өтеді. Ал Әлихан Бөкейханның Өкітай атты ұлы 1904 жылы дүниеге келген. Құжаттарда оның аты Сергей Бөкейханов деп көрсетілген. Ол Мәскеудегі Кен академиясын бітіріп, барлаушы геолог мамандығын меңгерген алғашқы қазақтардың бірі. Еңбек жолын Жезқазғандағы Қарсақбай мыс комбинатында бастауына Қаныш Сәтпаев себепкер болған екен. Әкесі ұсталған соң бұл баланың да тағдыры оңай болған жоқ. Ол да елден шығарылды, қудаланды, Ресейдің шет аймақтарында өмір сүреді. Мәскеудегі жаңа туған ұлын тек онға келгенде бірақ көрген. Не туған жеріне қайта алмай, не Мәскеуге бара алмай, Өкітай 1957 жылы Хакасия жерінде қайтыс болады. Өкітайдан туған ұл Евгений техника ғылымдарының кандидаты доцент болса, немересі Петр заң ғылымдарының кандидаты отставкадағы полковник екен. Қазір Мәскеуде өмір сүреді. Аталары тұрмақ, қазақ туралы да ештеңе білмейді. Шөбересі Петрді тыңдаңызшы. Единственный казах у меня в роду – это сам Алихан. Дальше все его прямые потомки, мой дед, отец женились на русских, и я тоже. Мы не знаем казахского языка, мы не пишем по-казахски. И практически ничего не знаем о жизни в Казахстане. Дәл Әлихан ұрпағының осындай болғаны қандай өкінішті.